Дәл осындай кешкі ас дайындайтын боламыз. Бізге керегі тартылған ет, ұсақтап туралған жуа, тұз бұрышын салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осылай ұрғылап жібереміз, ортасынан ауа қалмау керек. Күрішімізді салып, жақсылап жуып, 20 минутқа кішкене отта пісіруге қоямыз. Ал оған дейін жаңа дайындап алған фаршымызды осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Сосын бір ыдысымызды алып, бір жұмыртқамызды салып, бір фарштан салып, жақсылап араластырамыз бір келкі болғанша. Сосын ыдысымызды отқа қойып, қыздырып, кішкене май жағып жібереміз. Жаңа дайындаған фаршымызды құйып, жайып, жақсылап, сосын пісіріп аламыз. Мына жерде мен қателік жасадым. Осылай аудару маған қиын болды, жыртып алдым. Негізінде жаңағы фаршты құйғаннан кейін бірден қақпағын жауып қою керек екен. Өзі 5 минутта дайын болады. Ал оған дейін ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Помидор огурцимізді майдалап турап, ортасына қандай көкөніс салғыңыз келеді, ол өзіңізге байланысты. Помидор огурцы салсаңыздар өте дәмді, сочный болып шығады. Крышкасын жапқаннан кейін осылай өздігінен жақсы болып пісіп шықты. Сосын вилканың көмегісіз осылай блинчик сияқты пісіріп алдым. Ортасына салмасын салып, жақсылап орап алдым. Қатты қалың болып кетсе де оралмай жыртылып кетеді екен, сондықтан соған да мән беріңіздер. Кешкі тамағым дайын. Қалай болып шықты бағалап кетіңіздер, ал бізге ас болсын.